Түркістан облысы Ордабасы ауданына қарасты екі бірдей ауыл жұрты іргеде жатқан жайылымға мал жаю мүмкін болмай қалды деп дабыл қақты. Айтуларынша әлде бір кәсіпкер өзіне қарасты 220 гектарға жуық аумақты айнала ор қазып тастаған. Кесірінен шұқырға 4 түлігіміз түсіп, өліп жатыр дейді тұрғындар. Әкімдікке айта-айта жауыр болдық деген Бұқараның базынасын әріптесім Мақсат Жақсыбайұлы тыңдап қайтты. Берген Исаханов ауылының төбесіндегі қыр құдды бір соғыстың кезінде қазылған траншея секілді. Ені мен тереңдігі 2 метр шамасындағы екі жақтан қазылған ор бар. Ал тура ортасынан сым тартылыпты. Мұндай жерде мал түгілі адамның жүруі мұң. Ауылдың сыртын айдап жерген малдың басы түгел қайтпайтын жағдайлар жиіледі деп ашынады әлеумет. Төрттіліктің басын біртіндеп жалмап жатқан ит құс емес, кәсіпкер қазған ор екеніне әбден көз жетті дейді жұрт. Әсіресе қой мен ешкі шұңқырға түсіп кетіп, шыға алмай қалып жатыр екен. 7-8 жыл болды бұны жатқанына. Осы уақытқа дейін уже біраз мал өліп қалды осы ауылдан. Сиыры бар, қойы бар, даже түйелерінде түсіп кеткендерін де көрдік осы жерге. Өліп жатыр. Қазір көрсеңдер де жатыр ғой ішінде өліп малдар. Өліктері жатыр. Жайылымыз ортақ. Осы екі ауылдың жайылымы осы жерге шығады ғой. Жайылым қамады ғой қазір. Осы қырдың бәрін байлар жайлап алған ғой қазір енді. Қарап тұрсаң, мынандай екі жағын қазып тастаған. Ашуға булыққан қараша ор қылып қазылған жердің қақ ортасына даңғарадай қора салып, оны жұмысшыларының қарауына қалдырған қожайынды көрген емеспіз дейді. Ал жергілікті билік қол қусырып отыр деп ашулы. Қанша жаңағы халық жиналып, әкімшілікке, ауданға дейін барып не қылдық. Мамандарына ескертіліп айтылады да, тур көметін кезде ешқандай нәтиже жоқ осы уақытқа дейін. Әкімдіктегілердің айтуынша 2010 жылы 49 жылға жалға берілген жерді 2 жылдан соң кәсіпкер жекешелендіріп алыпты. Содан кейін жерді жырымдап, қыртысын бұзып, тегіс қыртыс шыр айнала орға айналдырған екен. Шенеуніктер қожалық иесіне бірер ескерту жасадық, енді шара қолданамыз деп ақталды. Облыстық жер ресурстарын басқару департаментін тиесілі болғаннан кейін біз ол кісілерге тиісті шара көру жөнінде хат жолданғанбыз. Енді қазір біздің біліп ол жақта анықтағанымызда өзінің процесі жүріп жатыр. Алдағы уақытта айыппұл салуға арнайы шара көруге келеді алдағы уақытта. Дегенмен жұрт ор қазған жер иесі азынаулық айыппұл төлеп құтылмаса болғанын деп отыр. Жер қыртысын қалпына келтірмейінше бар малымыздан айырыламыз деген екі бірдей ауыл жұрты бұл мәселеге облыс әкімінің араласуын сұрайды. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Түркістан облысы.